біздің алғашқы жанұя болған жұптардың бірі Темірлан мен Мадина. Қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз? Жаңа жыл құтты болсын, құрметті көрермен, бақытты болыңыздар. Ауырмаңыздар, ақша көп болсын. Иә, сіз не айтасыз? Барлықтарыңыз жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын, келіп жатқан барлық қыздарға. Құрметті оқырмандар, студияда байқаған шығарсыздар, өздеріңіздің краш ұлдарыңыз Айсұлтан. Қалайсыз? Шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Жағажыларыңызбен келе жатқан. Көңіл-күйіңіз бәрі күшті. Күшті, керемет болып тұр. Қыз іздеп жүр. Атмосфера жоқ болған ғой, бүгін пайда болып отыр. Иә, сіз келе қалдыңыз, пайда болды, иә. Сізді қыз іздеп жатыр деп естіп жатырмын ғой. Иә, ана сыртта тауық қиын екен. Қиын бе екен? Осы жерде тауық осы жерден үйрену керек болып тұр. Мәссаған. Солай. Бұрынғы ешкімді іздемейсіз, жаңа адам іздейсіз. Бұрынғы жоқ, бұл жаңа өмір. 25-те үйрену керек. Иә, үйленіңіз 25-те, жақсы қыз табылсын сізге. Құрметті оқырмандар, студия төрінде Асхат Ханзада. Қалайсыз, көңіл-күйіңіз қалай? Рахмет, көңіл-күйім керемет. Иә. Негізі кішкене бөлексініп жатырға отырмын жерде. Келмегеніңізге көп болыпты, иә? Келмегеніме барлықтарыңызды жаңа жылдарымен құттықтаймын. Жаңалықтар, жақсы жаңалықтар көп болсын, молынан болсын, тойлар көп болсын, қосылайық. Әумин. Әдеттегідей ерекше дүние ғой, қарасаңыздаршы, мына жерге жылан жылына орай жылан жаусын. Менің жылым. Сіздің жылыңыз, иә, сізге де бақ пен берекеге толы жыл болсын. Ал студия төрінде Ақтөре ұлдарыңыз. Қалайсыз, көңіл-күйіңіз қалай? Өте керемет, қосайық жобасына кеп қалдық. Бүгін Шерхан өзінің сыңармен келіп қалыпты, бірақ сіз жалғыз келіп қалыпсыз. Неге? Бүйтіп дос болып араласатын болсақ, араласа берейік те бәріміз. Жақсы қонау деген. Негатив кетпесе болды, главное, дос болып араласа береміз. Сіздің де бір досыңыз бар анық. Болды, мен де бір. Және студия төрінде Шерхан ұлдарыңыз. Сіздің көңіліңіз қалай? Келе жатқан 2020 құттықтаймыз. Тек қана денсаулық, басты денсаулық аман болсаңыздар, отбасыларыңыз аман болса, бар бақыттың кілті сода деп ойлаймын. Жігерді кімге ұқсайды дейді көбісі? Енді мен өзім қалай айтамын? Сізге ұқсайды деп айтамын. Әрине айтады ғой, 50-де солай. 50-де 50 достар, иә. Ботаға да ұқсайды, Шерханға да ұқсайды солай. Көңіл